Ұлықты ұғынған даладағы қазақтың қандай ғажап бабалары, тарихты үстіне артып алған мұхтар сөздің қайыспас қаранары. Өзегін ел тағдыры оттай қарып, тарихын өтті күн ой жоқта айналып, ұлыларды түгендеп өзі дағы, ұлылыққа өлмейді, кетті айналып. Жеткіген пойыз оңнан солға, солдан оңға қарай аяңдай береді. Ал мен бүгін сіздермен кемелденген Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің тарих жолына сапар шекпекпін. Сапарларыңыз сәтті болсын, құрметті жолдастар. Абай кітабын алып келемін деп, мені ұзақ дәмелендіріп жүрді. Содан соң аяғымда қар түскенде, көк шыққанда ол кітапты алып келдім. Мен Абай өлеңдерін жақсы көрдім. Түсінбесем де ұйқасына ұнап тұр маған. Бірақ та әкем Абай өлеңдерін жасатқызғанда қайдағы ұзақ қиын өлеңдерін береді. Мен оның бәрін түсінбеймін ғой, әкем де қызығайды.
ертеде балада ат қоюға үлкен жауапкершілікпен, ыждаһаттылықпен қараған. Өйткені сол баланың есімі өзімен бірге тарихында қозғарласып, бір арнада қалды. Айман. Сақтайын берем. Өйткені менің атым Мұхтар! Қазақты еңкейген қариясынан, еңбектеген баласына дейін ұйқысынан оятқан ол қазақ газеті, қазақ әдебиеті, қазақ кітаптары болады. Ал қазақ симфониясы айтсаңызшы.
kıymetini bilmegen, qadrlemegen adam to'liq manda intelligent emas deуге bo'ladi. Sebebi ol qandayda bir mamandlik bilimi bo'lsa da, ruhaniy o'y tarbiyasinde sing'arjaq azamat bo'ladi. Dostum yürümüne üç şart var. Yeni evveli niyet gerek. Sodan son kuş gerek. Odan son tertip gerek. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнінде қымбат табыс. Ұлттың тілі, солты, дүниесі, ол жүректің соқтырып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де бұл қан тамыры жабылып қалса, жүрек те соқтыруын тоқтатпай ма? Ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ, ойлай берсең, берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле. Еңбек шыққан жерден төзім де шығады. Білем, бақтың жібермейтін қазыға. Bilimsiz bak, әлдекімнің азығы. Көреген көз қазағыма қаратып, мінбе құрып, сол мінбеге шығарып, ақырғы сөзіңді айт Мұхтар десе, тілімнің ұшында тұратын сөз сұғына. Тас үгітіліп құмға айланады. Темір тозады, ұрпақ тозады. Dünyada ölmeydiğin kudretli söz gana. Ya, halkımızla birge мәңгі жасап келе жатқан асыл мұра тілімізбен сөзімізді арзандатып алмайық. Көрмей қалсақ алғашын сағындырған. Шақырып тұр жұлдыздай көктегі, әуезовте толғанып мектебі. Жол ашық біліммен арманға жетелер біздерді самғарға. Отанышын адал қызмет атқарамыз. Өнермен қылып жүреміз жолында. Ертеңгі жастардың қолында. Жол ашық біліммен арманға жетелер біздерді самғарға. Халқымның дарасы, құрметтер алашы, Мұхтар Әуезов қазақтың данасы. Халқымның дарасы, құрметтер алашы, Мұхтар Әуезов қазақтың данасы. Жол ашық біліммен арманға жетелер біздерді самғарға. Халқымның дарасы, құрметтер алашы, Мұхтар Әуезов қазақтың данасы.
асқақ сезімге бөлеуге, адамның жан дүниесін нұрландырып, байыта түсуге, ал өмірдің өзін кемелдендіріп, игілікті етеді. Өнер дегеніміз адамдардың сырласу құралы. Өнер биігі өмірде мәңгілік болып келеді. Бүгінгі кештің құрметті қонағы, Астана қаласы білім басқармасы әдістемелік орталығының әдіскері Күнімбала Ізділеуқызына сөз беріледі. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Барлықтарының бүгінгі көрген бағанадан сахнадағы біздің кешегі ғасыр мен бүгінгі ғасырды жалғастырған ата-бабалардан қалған үлкен мирас. Бұл әлемге қазақ деген ұлттың барлығын, қазақ елін танытқан. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ата-аналар, оқушылар. Ұлы заңғар жазушы Мұхтар Әуезов Омарханұлының 126 жылдығына арналған Мұхтар Әуезов Кемеңгер тұлға атты мерекелік іс-шарамызға қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының білім мен ғылым министрлігінің 2021 жылғы 20 қыркүйегіндегі нөмірі 669 бұйрығы негізінде Астана қаласының 86 мектеп гимназиясына Мұхтар Әуезовтің есімі берілген болатын. Осы мектебіміздің ұлт мәдениетінің, ұлт әдебиетінің асыл қазынасының басында тұрған жазушы Мұхтар Әуезовтің есімін алып жүру бізге зор мақтаныш, әрі зор жауапкершілік деп білеміз. Мектеп гимназиясымызға Мұхтар Әуезовтің есімі берілген күннен бастап, біздің мектебімізде жоспарлы, мазмұнды жоспарлы іс-шаралар өтіп жатыр. Осы іс-шаралар үздіксіз өтіп жатыр. Байқап отырсаңыздар. Енді бүгінгі сол жоспардың сол айғағы, бүгінгі өтіп жатқан бізде 25 қыркүйектен бастап басын алған апталықтың бүгін соңғы қорытынды іс-шарасы болмақ. Жазушының мол мұрасы біздің жас ұрпаққа, сіздерге, біздерге өнер мен білімнің және де мол мұрасын біз оқушыларға осылай дәріптей береміз. Енді бүгінгі жиналған қауымға, бүгінгі жиналған осындай Мұхтар Әуезов Кемеңгер тұлға атты мерекелік іс-шараға зор үлесін қосқан ұйымдастырушыларға, біздің өнер танушыларға, біздің оқушыларымызға рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Армысыздар, құрметті қауым. Бүгінгі қазақтың маңдайына біткен үш бірдей тұлғаның туған күні, мерекелі күні, қазақтың ең бір тарихта қалатын күні баршамызға құтты болсын. Бүгін Мұхтар Әуезовпен бірге Шерхан Мұртазаның, Оралхан Бөкейдің де туған күні. Біз сіздің мектепте осы қаладағы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының талантты оқушылармен бірге сіздің мектептегі үлкен мерекеге қонақ ретінде келіп отырмыз. Бүгін Мұхтар Әуезовтің туған күніне Кешке жиналған қауым бүгінгі кеш өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше аман сау болайық.